Сәлеметсің бе, құрметті оқушым? Математикадан 114-ші сабаққа келіп жеттік. Сабақтың тақырыбы ұсақтау және төлем жасау. Бұл сабақта сен монеталар мен есептеулер тақырыбы бойынша алған біліміңді пысықтайтын боласың. Ендеше бірінші тапсырмадан бастайық. Суретке қарай отырып, түскі асты таңда. Оның құнын есепте. Қазір суретке қарап отырсақ, біз нені көріп тұрмыз бұл суреттен? Балалардың асханаға түскі асқа келгенін көріп тұрмыз. Бұл жерде олар түскі астың 3 нұсқасынан біреуін таңдай алады. Ол түскі астар төменде көрсетілген. Біз де осының ішінен біреуін таңдауымыз керек және оның құнын есептеуіміз керек. Айталық, мен екінші түскі асты таңдаймын. Себебі онда сорпа, салат және сусын бар. Сүт немесе айран болуы мүмкін. Енді осы түскі астың құнын есептеу керекпіз. Әрбір астың жанында оның бағасы көрсетілген. Енді біз оларды бір-біріне қосу арқылы түскі астың жалпы құнын анықтаймыз. Екінші түскі ас 30 бен 50-дің қосындысы 80-ге тең, 80 мен 20-ның қосындысы 100-ге тең. Яғни екінші түскі ас 100 теңге тұрады екен. Мен міне осы түскі асты таңдадым. Сен өзіңе ұнаған түскі асты таңдайсың. Енді төмендегі сұрақтарға жауап беріп көрейік. Қай түскі ас арзан дейді? Оны анықтау үшін біз тағы да басқа екі нұсқаны да есептеп көрейік. Жаңа айтқанымдай, түскі астағы мәзірде әр тағамның жанында оның бағасы көрсетілген. Үшеуінің бағасын қосу арқылы сен сол түскі астың жалпы құнын таба аласың. Ендеше қосып, мұнда бірінші түскі астың құнын анықтайық. 30 бен 40-тың қосындысы 70-ге тең, 70 бен 20-ның қосындысы 90-ға тең. Бірінші түскі ас 90 теңге тұрады екен. Енді үшінші түскі асты есептейік. 30 бен 10-ның қосындысы 40-қа тең, 40 бен 20-ның қосындысы 60-қа тең. Үшінші түскі ас 60 теңге тұрады екен. Енді сұрақтарға жауап берейік. Қай түскі ас арзан? Қайсы арзан? Яғни қайсына біз ең аз дегенде ақша жұмсаймыз? Дұрыс, үшінші түскі ас арзан. Себебі ол 60 теңге ғана тұрады. Қаншаға арзан дейді? Яғни мына бірінші түскі астан екінші түскі астан қаншаға арзан? Ережені еске түсірейік. Артық немесе кем сандар табу үшін біз үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Дәл осылай осы жерде қаншаға арзан, қаншаға қымбат екенін анықтау үшін үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Ендеше көрейік, бірінші түскі асымыз біздің 90 теңге болатын. 90 теңге бірінші түскі астан үшінші түскі астың қанша арзан екенін білу үшін 90-нан 60-ты азайтамыз. 90 мен 60-тың айырмасы 30-ға тең. Яғни үшінші түскі ас бірінші түскі астан 30-ға арзан, 30 теңгеге арзан. Екінші түскі астан үшінші түскі ас қаншаға арзан екенін табайық. Екінші түскі астың жалпы құны 100 теңге тұрады. Одан біз үшінші түскі астың құны 60 теңгені азайтамыз. 100 бен 60-тың айырмасы 40-қа тең. Яғни үшінші түскі ас екінші түскі астан 40 теңгеге арзан екен. Үшінші сұрақты оқимыз. Әрбір түскі астың құнын қандай монеталарды жинап төлеуге болады дейді. Бұл жерде 90 теңгелік, 100 теңгелік және 60 теңгелік түскі ас берілген. 90 теңгені біз қандай монеталармен төлей аламыз? Әрине, біз 50 теңгелік бір монетамен және 20 теңгелік екі монетамен төлей аламыз. Немесе 50 теңгелік бір монетамен
20 теңгелік бір монетамен және 10 теңгелік 2 монетамен төлей аламыз. Сен дүкенге немесе кез келген сатып алатын жерге барған уақытта өзіңнің қолындағы монеталарға қарай отырып, осы берілген заттың құнын шығара аласың. Әртүрлі нұсқалар арқылы. Мен тек қана екі нұсқасын көрсеттім. Сонымен қатар, екінші түскі асты сатып алу үшін 100 теңге төлеуіміз қажет. 100 теңгені біз қалай төлейміз? Біз тұтас 100 теңгелік бір монетамен төлеуімізге болады. Немесе 50 теңгелік 2 монетамен төлеуімізге болады. Немесе 50 теңгелік бір монетамен және 20 теңгелік 2 монетамен, 10 теңгелік бір монетамен төлей аламыз. Себебі 50 қосу 20 30, 70 қосу 20 90, 90 қосу 10 100 болады, е? Немесе тағы да 20 теңгелік 5 монетамен төлей аламыз деген сияқты әртүрлі нұсқаларды қарастыруға болады. Міне. Келесі. 60 теңгелік түскі асты қандай монеталармен төлейміз? Біз 50 теңгелік бір монета және 10 теңгелік бір монетамен төлей аламыз. Немесе 20 теңгелік 3 монетамен төлей аламыз 60 теңгені. Немесе 10 теңгелік 20 теңгелік 2 монетамен және 10 теңгелік 2 монетамен төлей аламыз. Бұл жерде де сен өзің ары қарай барлық мүмкін нұсқаларды қарастырсаң болады. Келесі тапсырмаға 109 бетке өтейік. Сонымен 109 бетте екінші тапсырма. Былай дейді. Азық түліктің бағаларын ең арзанынан ең қымбатына қарай жаз дейді. Бұл жерде біз ең арзанынан ең қымбатына қарай жазатын болсақ, біз өсу ретімен жазамыз. Ол үшін берілген заттардың қайсысы ең арзан екенін анықтап алайық. Әрине, бұл жерде чупа-чупс ең арзан. Чупа-чупстың бағасы қанша? 10 теңге. Демек, 10 теңгеден ары қарай өсу ретімен жазамыз. Чупа-чупстен қымбат қандай зат? Печенье, 30 теңге тұрады. Печеньеден қымбат қандай зат? Банан, 40 теңге тұрады. Бананнан қымбат қай зат? Бәліш, пирожки дейміз. 60 теңге тұрады. Және бәліштен қымбат ең үлкен зат 80 теңге тұрады. Міне, азық-түліктің бағасын өсу ретімен жазып шықтық. Мұнда теңге деп жазуды ұмытып кетіп. 30 теңге, 40 теңге. Жазу барысында әр цифрды жеке бөлек торкөзге жазып, арасына бір торкөзді қалдыра отырып, көркем жазуды ұмытпа. 60 теңге және 80 теңге. Міне екінші тапсырманы да орындадық. Келесі үшінші тапсырмада есепте дейді. Яғни біздің өткен сабақтан алған білімімізді біз пайдалана отырып есептейтін боламыз. Сонымен 10 мен 8-дің қосындысы 18-ге тең, 12 мен 6-ның қосындысы. Бұл жерде еске түсірейік, біз бір ондықты есептемейміз, ойымызда сақтаймыз, себебі 6 саны тек қана бірліктен тұрады. Енді 2 бірлікке біз 6 бірлікті қосамыз. 8 бірлік. Сонда 18 болады. 16-тан 6-ны азайту үшін ондықты сол күйі қалдырамыз да, бірліктерден бірліктерді азайтамыз. 6 мен 6-ның айырмасы 0-ге тең. Бір ондығы және бар. Сондықтан да мұнда 10 болады. 18-ден 5-ті азайту үшін де дәл солай. Біз ондықты есептемейміз. Себебі 18 ол 2 таңбалы сан, ал 5 ол 1 таңбалы сан. Сондықтан біз тек қана бірліктерден бірліктерді азайтамыз. 8 бен 5-тің айырмасы 3-ке тең. Ондықты жазып қойдық. Дәл солай әрі қарай басқа да есептеулерді орындасаң болады. Енді мұнай 17-ге 7-ні қосып тағы да есептеуді еске түсіріп өтейік. 17 ол 2 таңбалы сан. 2 1 таңбалы сан. Сондықтан да бірлікті есептемейміз, ойда сақтаймыз ондықты.
және бірліктерге бірліктерді қосамыз. 7 мен 2-нің қосындысы 9-ға тең. 1 ондығымыз бар, сонда 19 болады. Осылай басқа да мысалдарды өзің шығарсаң болады. Келесі тапсырма, 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырмада былай дейді. Суретті пайдаланып, қысқаша жазылу бойынша есеп құрастыр. Кері есептер құрастырып көр дейді. Біз мына суреттерден кез келген екеуін алып, есептің мұнда қысқаша шартына жазамыз. Және оның шешуі және жауабын қарастыратын боламыз. Сонымен кез келген екі затты алайын. Мысалға, сүт. Сүт қанша теңге тұрады? Сүт 100 теңге тұрады. Және айран дейік. Айран қанша теңге тұрады? Айран 70 теңге тұрады. Сен өзің қалаған затты алсам болады. Мысалы, йогурт пен жұмыртқаны, немесе айран мен жұмыртқаны, немесе сүт пен йогуртты деген сияқты кез келген екі затпен есептің қысқаша жазылуын жасайсың. Енді есептің сұрағына назар аудар. Бұл жерде былай дейді. Артық деген сөзді көріп тұрсың, е? Мына екі заттың қайсының бағасы артық? Қайсыған біз көп ақша төлейміз? Сүтке. Енді бізден сұрап тұр. Сүттің бағасы айранның бағасынан қаншаға артық дейді, яғни қаншаға қымбат дейді. Оны табу үшін жаңа мен алдыңғы бірінші тапсырмада айттым, е? Үлкен саннан кіші санды азайтамыз дедім. Ендеше 100 теңгеден 70 теңгені азайтамыз. 100 бен 70-тің айырмасы 30-ға тең. Демек, сүттің бағасы айраннан 30 теңгеге артық. Енді осы шығарған есепке кері есеп құрастыр дейді. Дәптерге міндетті түрде мен мұнда кітаптың бетіне шығарып жатырмын, бірақ сен оны дәптеріңе жазасың. Енді осыған кері есеп құрастырамыз. Кері есепте дәл осылай белгілі деректерді жазып шығамыз. Сүт 100 теңге тұрады. Айран 70 теңге тұрады. Бұл жерде біз есептің сұрағын өзгертеміз енді. Жаңа біз артық, қаншаға артық екенін таптық. Енді керісінше, кері есеп болғандықтан керісінше қаншаға кем екенін табамыз. Қайсы кем? Айран кем. Сондықтан айранның тұсына жазамыз. Кем. Сонымен есептің сұрағы. Айранның бағасы сүттен қаншаға кем? Шешуі. Дәл жоғарыдағы ережені пайдаланамыз. Артық немесе кем сандарды табу үшін біз үнемі үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 100 теңгеден тағы да 70 теңгені азайтамыз. 100 бен 70-тің айырмасы 30-ға тең. Демек, айранның бағасы сүттің бағасынан 30 теңгеге кем. Міне. Сонда бұл есептен шығатын қорытынды қандай? Сүттің бағасы айранның бағасынан 30 теңгеге артық, ал айранның бағасы сүттің бағасынан 30 теңгеге кем. Міне осылай кез келген екі затты таңдап, бір-біріне кері екі есеп шығарсаң болады. Соңғы тапсырма, 5-ші тапсырмада былай дейді. Тәрелкеге 3 әр түрлі жеміс салу керек. Міндетті түрде 3 жеміс болу керек. Және олар әр түрлі болу керек. Қосындысы 10 саны шығатындай түрлі нұсқаларды таңда дейді. Қазір мүмкін екі нұсқаны қарастырып көрейік. Бірінші нұсқа. 3 затты таңдауымыз керек, және олардың қосындысы 10-ға тең болу керек. Ол үшін біз мына жерде қандай 3 затты таңдаймыз? Апельсин, өрік. Апельсин мен өріктің қосындысы 6 болып тұр, міне 3 қосу 6. Енді бізге 4 керек, 10 болу үшін. Алмұрт. Яғни апельсин, өрік және алмұрт деп жинауымызға болады. Екінші бір нұсқасы бұл жерде
Енді біз алма 5, иә? Енді 5 алма, ананас және лимон деп жасауымызға болады. Алма, ананас, лимон. Үшінші нұсқада да алма, алмұрт, лимон деп қарастыруымызға болады. Міне, осылай барлық мүмкін нұсқаларды жасап көрсең болады. Мен бұл жерде тек қана 3 нұсқасын көрсеттім. Бірақ 3 сатты таңдау арқылы барлығының қосындысы 10 болатындай етіп қана әртүрлі нұсқалар жасайтыныңды ұмытпа. Міне, оқулықтағы тапсырмаларды орындап болдық. Енді жұмыс дәптеріне өтейік. 114-ші сабаққа математиканың жұмыс дәптерінде 2 тапсырма берілген. 17-ші бетті ашып қарай ғой. Сонымен бірінші тапсырмаға қарайық. Әмияында қандай монеталар болуы мүмкін? Суретін сал дейді. Міне, әмиянымыз тұр, кошелек дейміз. Бұның ішінде 60 теңге жатыр дейді. Жалпы ақша, жалпы сомасы 60 теңгесі бар әмиян. Енді біз 60 теңге шығатындай етіп, мұнда монеталардың суретін салуымыз керек. Әрине мен бұл жерде тек қана сызбамен көрсететін боламын, бірақ сен дәптеріңе суретін салған уақытта кәдімгідей монеталарға ұқсас түске бояп, әдемілеп, оның қанша теңге екенін көрсетіп, суретін салу керек боласың. Мен тек қана жазып көрсетемін. Осыны есіңде сақта. Сонымен 60 теңге бұл әмияында қандай монеталар жатыр деп ойлайсың? Мысалы, бұл монеталарда, бұл әмияында 50 теңгелік бір монета жатуы мүмкін, немесе және 10 теңгелік бір монета жатуы мүмкін. Міне, себебі 50 мен 10-ның қосындысы 60 теңге шығып тұр. Келесі тағы бір нұсқа, бұл жерде 20 теңгелік 3 монета болуы мүмкін. 20 теңгелік монетаны суретін салғанда сәйкес түсіне бояйсың. Міне, себебі 20 мен 20-ның қосындысы 40-қа тең, ал 40 пен 20-ның қосындысы 60-қа тең. Тағы бір үшінші нұсқа, бұл жерде 4 10 теңгелік монета жатуы мүмкін. Және 20 теңгелік бір монета жатуы мүмкін. Сонда 4 ондықты қоссақ 40 болады. 40 пен 20-ның қосындысы 60-қа тең. Міне, 60 теңгенің әртүрлі нұсқасын салдым. Мүмкін сенде басқа нұсқасы бар шығар, иә? Әрине, сен дәптерге өзіңнің нұсқаңның суретін саласың. Келесі екінші тапсырма. Жолақтарды өлшеп, оларды көрсетілген түстерге боя. Бұл жерде әрине біз сызғышты аламыз, иә, міндетті түрде. Ең шетінде 0 деген. Жолақтың ең шетін 0-ге апарып қоямыз. Және қай жерден аяқталып тұр, қай саннан аяқталып тұр, демек ол сонша сантиметр екенін біз білеміз, иә, өлшемін сызғыш арқылы есептеуге. Немесе сызғышты қолданбай былай есептеуге болады. Мұнда 4 сантиметр, 5 сантиметр, 9 сантиметр, 10 сантиметр берілген. Енді осының ішіндегі ең үлкен ұзындыққа қарайықшы. Ең үлкен санға назар аударайықшы. Ең үлкен санымыз қайсы? 10 сантиметр. Демек, ең үлкен жолақ та 10 сантиметр деген сөз. Мына жолақтардың ішінде қайсысы 10 сантиметр деп ойлайсың? Иә, әрине, мынау. Демек, біз бұны қызғылт түске бояймыз. Розовый деп айтамыз, иә? Сызғышты қолданбай осылай да есептесең болады. Немесе сызғышты қолданып есептесең де болады. Келесі, енді кем өретімен 10-нан кіші қандай сан? 9 сантиметр, иә? Енді қарайық. Ең үлкен жолақтан кейінгі қай жолақ үлкен? Иә, әрине мына жолақ үлкен. Демек, оны жасыл түске бояймыз. Міне, бояған уақытта сен міндетті түрде әдемілеп,
жолақтың сыртына шығармай біркелкі тегіс бояйсың. Ал маған ыңғайсыз болғандықтан мен осылайынан бар мүмкіндігінше бояуға мәжбүрмін. Келесі енді 2 қалған санға қарайық. 4 пен 5. Бұл 2 санның қайсысы үлкен? 5 үлкен. 2 жолаққа қара. 2 жолақтың қайсысы үлкен? Ең төменгісі үлкен. Демек, ең төменгісі 5 сантиметр деген сөз. Оны көкке бояйсың. Және ең соңғы қалған кіші сан ол 4. Және ең кіші жолақ ол міне тұр. Оны сарыға бояймыз. Міне осылай жолақтарды ұзындығын өлшеу арқылы сәйкес түске бояуымызға болады. Немесе көзбен байқап көру арқылы да оңай тәсілін пайдалана отырып сәйкес түске бояуымызға болады. Сонымен 114-ші сабақты аяқтадық. Келесі 115-ші сабақта кездескенше сау бол.